Қайырлы күн, курс тыңдаушылары. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы химия технологиялық процестерді модельдеу, ұқсастық теориясының негіздері. Сабақта қарастырылатын негізгі сұрақтар: бұл модельдеу туралы жалпы түсініктер, химиялық технологиялық процестерді зерттеу және жобалау кезіндегі модельдеудің маңызы, ұқсастық теориясы, ұқсастық түрлері, ұқсастық теориясының негіздері, яғни теоремалары, және ұқсас сандар немесе критериялары. Көптеген технологиялық процестер физикалық және физика-химиялық және химиялық құбылыстардың үйлесуі болып табылады. Физиканың және химияның жалпы заңдарын пайдаланып, технологиялық процестерді дифференциалдық теңдеулермен өрнектеуге болады. Бұл теңдеулер көптеген ұқсас құбылыстарды қамтиды. Бұлардың ішінен белгілі бір құбылысты бөліп қарастыру үшін дифференциалды теңдеулер қосымша бір мәнділік шарттармен шектеледі. Бір мәнділік шарттарға аппаратының геометриялық размерлері, заттардың физикалық тұрақтылары, параметрлердің бастапқы мәндері және тағы басқалар жатады. Бұл бір мәнділік шарттар әртүрлі физикалық шамалардың байланысын өрнектейтін теңдеулер түрінде де берілуі мүмкін. Бір мәнділік шарттар дифференциалды теңдеулерді толықтырады және белгілі бір құбылысты көптеген құбылыстардан бөліп алып қарастыруға мүмкіндік береді. Дифференциалды теңдеулерді шешу нәтижесінде осы құбылысты сипаттайтын негізгі шамалардың бірімен бірін байланыстыратын аналитикалық байланыстарын алуға болады. Күрделі дифференциалды теңдеулерді белгілі математикалық тәсілдермен шешу көбінесе мүмкін болмайды. Мұндай жағдайларда тәжірибелік зерттеулер арқылы процесті сипаттайтын шамалар арасында байланыс анықталады. Мұндай жағдайларда тәжірибелік зерттеулер арқылы процесс сипаттайтын шамалар арасында байланыс анықталады. Тәжірибе нәтижелерінің негізінде эмпирикалық теңдеулер құрылады. Мұндай теңдеулер дербес болады және оларды тек белгілі бір жағдайда ғана қолдануға болады. Дегенмен, кез келген күрделі процестерді зерттегенде мәселені жалпы түрде шешіп, жекеленген тәжірибенің нәтижесінен алынған заңдылықтар мен теңдеулерді көптеген процестерді зерттеуде пайдалану керек. Мұндай мақсатта ұқсастық теориясын тәжірибе нәтижелерінде пайдалану арқылы жетуге болады. Ұқсастық теория көптеген ұқсас процестерді өрнектейтін теңдеу және теңдеулер жүйесін алу үшін тәжірибені қалай жасау және оның нәтижелерін өңдеу керектігін көрсетеді. Ұқсастық теория жәрдемімен күрделі процестерді өндірістік аппараттарда емес, размері одан кіші модельді аппараттарда және іс жүзінде қолданылатын тез тұтанғыш немесе денсаулыққа зиянды заттар орнына модельді заттарды пайдалану зерттеуге болады. Сондықтан ұқсастық теория тәсілдері процестерді масштабтандыру және модельдеудің негізі болып табылады. Ұқсастықтың 4 түрі болады. Бұл бірінші геометриялық ұқсастық, уақыт бойынша ұқсастық, физикалық ұқсастық және бастапқы және шекаралық шарттар ұқсастығы. Геометриялық ұқсастық дегеніміз бұл екі ұқсас аппараттың сәйкес геометриялық параметрлерінің қатынасына тұрақтылығын көрсетіледі. Жаңағындай L1 бөлінген L1, L2 бөлінген L2 әрі қарай жалғаса береді, яғни бұл тұрақты болып саналады. Уақыт бойынша ұқсастық, геометриялық ұқсастық болған жүйелердің сәйкес нүктелері геометриялық ұқсас траекториямен уақыт бірлігінде геометриялық ұқсас жолмен қозғалады. Бұл уақыт бірліктерінің бір-біріне қатынасы тұрақты болады. Яғни T1 бөлінген T1, T2 бөлінген T2, T3 бөлінген T3 және ары қарай жалғаса береді, яғни бұл тұрақты, константы. Қарастырылған физикалық ұқсастық. Қарастырылған екі жүйелердің геометриялық және уақыт бойынша ұқсастық шарттары орындалмаған жағдайда ұқсас сәйкес нүктелеріндегі физикалық тұрақтыларының, яғни тұтқырлық, тығыздық қатынастары тұрақты болады. Яғни бұны жалпы түрде, яғни U әріпімен белгілеп, U бөлінген U1, U2 бөлінген U2, U3 ары қарай жалғаса береді. Яғни константа тұрақты болып саналады. Бастапқы және шекаралық шарттар ұқсастығы. Егер геометриялық уақыт бойынша және физикалық ұқсастықтардың алғашқы және шекаралық шарттарына тән болса, онда олардың бастапқы және шекарадағы жағдайлары, яғни ұқсас болады. Ұқсастық инварианттары немесе сандық критериялары. Егер бір жүйедегі сәйкес шамаларды қарастыратын болсақ, олардың да қатынасы тұрақты және өлшемсіз болады. Яғни L1-ге қатынасы, L2-ге қатынасы, ол яғни E-дің L шегінде болады. Ұқсастық
теориясының теоремалары. Ұқсастық теориясының теоремалары, яғни 3 теореманы қарастыруымызға болады. Бұл яғни бірінші Ньютон-Бертран теоремасы деп аталады. Бір-біріне ұқсас процестер, құбылыстар бірдей ұқсастық сандарымен сипатталады және олардың ұқсастық индикаторы бірге тең болады. Екінші теорема бұл Бекингем-Федерман теоремасы. Бұнда процеске әсер ететін шамалардың байланысынан құрылған дифференциалдық теңдеудің шешімін осы шамалардан түзілген өлшемсіз комплекстердің, яғни ұқсастық сандардың арасындағы байланыс арқылы өрнектеуге болады. Егер шамалардың өзара байланысы теңдеуімен берілген болса, онда оны байланыс арқылы өрнектеуге болады. Мұнда шамаларының түзілген өлшемсіз комплекстер, яғни ұқсастық сандар қарастырылады. Үшінші теорема бұл Кирпичев-Гухман теоремасы деп аталады, яғни бұл бірінші теоремаға, яғни Ньютон-Бертран теоремасына кері пропорционал болады. Кері теорема болып саналады, яғни бірдей дифференциалдық теңдеулер системасымен өрнектелетін және бір мәнділік шарттарының ұқсастығы сақталатын құбылыстар ұқсас болады. Процестердің ұқсастық теориясы бойынша зерттеуді төмендегі сатыларға бөлуге болады. Бұл яғни процестерді дифференциалдық теңдеулермен өрнектеп бір мәнділік шарттарды анықтайды. Екінші, дифференциалдық теңдеулерді түрлендіру арқылы ұқсас сандарды анықтаймыз. Төртінші, модельдерде жүргізілетін тәжірибелер негізінде ұқсас сандар арасындағы анық байланыс анықталады. Алынған жалпылама теңдеуді басқа ұқсас процестерді есептеу қолдануы мүмкін. Келесі гидродинамикалық ұқсастықтың негізгі сандары немесе критериялары бұл яғни Рейнольдс саны, гамма-хрондық сан, Фрут саны, Эйлер саны болып саналады. Навье-Стокстың дифференциалдық теңдеулерін көп жағдайда шешу мүмкін еместігі жоғарыда айтылған болатын. Навье-Стокс теңдеулерін ұқсастық теориясының көмегі арқылы түрлендіріп, тұтқыр сұйықтықтар қозғалысына әсер ететін күштерді сипаттайтын ұқсастық, яғни сандар арасындағы жалпы функционалдық байланысты қарастыруымызға болады.